Әйелің сенің жаныңда жай табатындай адам болуың керек қой, еркек болуың керек. Ата-анасы, бауыры, досы, подругасы, кім бар, бәрінен де сен жақын, артық түсінетін, сыйлайтын, әйеліңді қолдайтын адам болуың керек. Міне әйел адамға керегі сол. Сондай нәрсені күтеді әйел адам. Сол нәрсе әйелді бақытты қылатын. Құдай сол үшін соған арнап сені дайындаған. Саған оны дайындаған. Ол ата-анасына кетіп қалса да, бауыры, подругаларымен көп сөйлесіп кетсе де, сенен артық болмау керек қой ешкім. Сенің қадіріңді түсінетіндей, сен сияқты ешкім бола алмайтындай. Сонда еркек болуға тырысу керек. Шамал ұрысып қалсақ, ата-анасы айналайын кел қызым деп отырғаннан кейін, ата-анасының сөзін тыңдап кетіп қалады деп көп жігіттер ашуланады. Бірақ айналайын деп шақырып алса да, өзінің ата-анасы да оған сөйлейді. Оның да қателік кемшіліктерін айтады. Ол өз үйінде де жаны жай тауып, шынайы бақытты сезіне алмайды. Бірақ сенің сондай оңбағандық тірліктеріңнен, сондай сенің қасыңда өмір сүру невозможно болғандықтан, лучше сол ата-анамның қасында қала берейін, немесе квартираға бөлек шығып кетейін. Семен өмір сүріп қиналғанша, өзім өмір сүріп қиналғаным жақсы деп солай таңдайды. Осы нәрсені ойланайық жігіттер. Сондай жағдайға жеткізбейік. Отбасы болғасын, ұрыс керіс барлығында болады. Сынақ, қиындық. Бірақ сенің әйелің қиналғанда ата-анасын тыңдап кетпейтіндей, әпкесін немесе подругасын тыңдап, немесе психолог, коучтардың сөзіне еріп кетпейтіндей, сен жақсы болсаң, ешкімнің де сөзіне ермейді. Өзіңе сен, Құдайға сен. Құдайға сенген адам ешнәрседен қорықпайды, уайымдамайды. Бірақ өзіміз Құдайдан қорқу керек та. Бізде басқа нәрседен қорықпаймыз. Егер отбасылық мәселе болса, жеке консультация алыңыздар.